Саламатсыздар ма, құрметті әріптестер? Менің YouTube арнама қош келдіңіздер. YouTube арнама әлі тіркелмеген болсаңыздар, тіркеліп алуды ұмытпаңыздар. Менің YouTube арнамда апта сайын немесе 2 аптада бір рет болсын, осындай көптеген интеллектуалды ойындар сіздің ашық сабағыңызға, тәрбие сабағыңызға және апталыққа қажетті таптырмас осындай күшті ойындарды салып отыратын боламын. Жалпы бүгінгі шығарылымда біз осындай бинго ойыны, бинго әдісі немесе TikTok ойыны деп аталатын ойынды көрсетемін. Мен жалпы бингоның 4 версиясын шығарғанмын осы кезге дейін. Енді мына бингоның тастарының ішінде бізде TikToктың былайша айтқанда логотипі бар. Осындай ойын түрін көрсетемін. Ойынды бастау үшін пока слайдпен сначала деп ашамыз. Ойын осылай басталады. Мына жердегі логотипке басамыз, яғни бастау деген батырма осы бізде. Осыған бір рет басатын болсам, ойынымыз осылай ашылады. Одан кейін мына жерде айналдыру деген айналады. Нәтиже дегенде басатын болсақ, осы жерден бір не шығады. Енді осыны ашатын болсақ, мына жерде сұрағы, бірінші сұрақ, дұрыс жауап, қате жауап. Қате жауапқа бассақ осындай, дұрыс жауапқа осылай болады. Енді келесі айналдырамыз. Шығады. Жауап береміз. Келесі. Ал енді бұл жердегі қалғанын көрсетудің қажеті жоқ, өйткені барлығы түсінікті деп ойлаймын. Мына жерде 10 сұраққа дейін дайындалған. Шаблонды алғаннан кейін тек қана мына жерге сұрағын жазасыздар, мына жерге дұрыс жауап дегендерге дұрыс вариантын, одан кейін қате вариантын осы жерге жазасыздар. Болды. Сонымен осыны жаңа пока слайдпен ашып ойната бересіздер. Қалғандарының барлығын өзгертудің қажеті жоқ. 10 неге дайын осындай сұрақ. Енді сізде 20 болатын болса, осы слайдты біз копировать етіп, вставить етіп, атын өзгертіп, 10-10-нан 20 сұрақ етіп қолдануға да болады. Болмаса дәл осыны мысалы, мына жерде мысалы айналған кезде мынау білінбейді да, аны біз дублировать слайд етіп, сұрақтарын көбейтіп те қолдансаңыз болады, ол өзіңіздің қалауыңызда. Енді мына жердегі сұрақтарын өздеріңіз жазасыздар, тек қана жауабын сұрағын жазсаңыздар болды. Қалғаны барлығы дайын, өзінің артындағы, арты фонындағы музыкасы барлығы бар, барлығы істейді. Мына жерде тұр, оның дауысын шығарып, төмендетіп қоюға болады. Мен алдыңғы ойындарда көрсеткенімдей, мынаны қазір мен төмендетіп қойғанмын, орташа етіп қойып, осы ойынды қолдансаңыздар болады. Жалпы ойын осы. Ойын ұнаған болса, видеоға лайк басыңыздар, достарыңызбен бөлісіңіздер. Назарларыңызға рахмет.